Атырауда энергетика саласының майталмандары марапатталды. Салтанатты іс-шараға облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев, облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Өтешев, Атырау энерго кешенінің басқарма төрағасы Алтынбек Қаршегенов пен 50-ге жуық энергетика саласының қызметкері қатысты. Жиында бір топ үздік энергетик Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген энергетика, Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің құрметті энергетик төсбелгілерімен, электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін медалімен, салалық ведомство басшысының құрмет грамотасы және алғыс хаттармен марапатталды. Ал сала ардагерлері Қазақстан электр энергетика қауымдастығынан ардагер энергетик төсбелгісін кеудесіне тақты. Ұлықталғандардың арасында жас маман Анатолий Макеев те бар. Ол Қазақстан Республикасы президентінің ерен еңбек үшін медалімен марапатталды. Еңбек жолын газ саласында 2015 жылы бастаған ол сала майталмандарымен бір сатыда тұру үлкен жетістік екенін айтады. Получил награду за трудовой. Еңбек жолымдағы жетістіктерім үшін марапат алдым. Мен үшін үлкен мақтаныш. Сондай-ақ ұйымның атынан өкіл болып отырмын. Ең жас қызметкерлердің бірі болғаныма қарамастан, кәсібилігімнің арқасында сала майталмандармен тең тұрмын. Менің басты жұмысым тұтынушыларға газды үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету. Газ желілерінде, газ құбырларында және реттеу пункттерінде қызмет көрсету. Марапатталғандардың қатарында Серік Рыспаев та бар. Ол бүгінде Атырау жарық акционерлік қоғамы қалалық электр желілерінің жедел диспетчері болып еңбек етеді. Негізгі қызметі қала көшелеріндегі жарықты ретке келтіру. Орденім еңбек даңқы 3-ші дәрежелі. Осы алып отқан медаліме енді өте көп ризамын. Осы медал енді мен өзімнің жалғыз еңбегім емес, осы әріптестерімнің, солардың еңбегі деп әріптестерім өзімнің солардың еңбегі деп есептеймін енді бәрінің де. Осы сәтті пайдалана отырып, бүгінгі келе жатқан осы энергетика күндерімен әріптестерімді бәрін құттықтаймын. Салтанатты іс-шарада облыс әкімінің орынбасары Қайрат Нұртаев Атырау энергетика кешенінің бір жыл бойы атқарған жұмысына тоқталды. Мысалы, биыл темір жол бойында орналасқан 12 елді мекенде 213 шақырым электр желісі ауыстырылып, 54 мың адам тұрақты энергиямен қамтамасыз етілген. Аудандарда 111 шақырым электр желісі жаңартылып, 137 шақырым көше жарығы жүргізілген. Сонымен қатар бүгінде Нұрсая, Самал шамаудандарында қуаты 32 мегаваттқа жететін қосалқы станция салынып жатыр. Сондай-ақ биыл тозығы жеткен 33 шақырымдық желі заманауи кабельмен ауыстырылған. Нәтижесінде қала маңындағы бірнеше ықшамаудан мен орталықтағы көшелер сапалы электр энергиясымен үздіксіз қамтамасыз етілген. Альбина Жамбылқызы, Ақылбек Ертаев, Каспий Ньюс.